Кешегі істеріс ғой. Биыл үйленбейтсек, керек. Галстук жоқ, галстук керек. Алматыға айтып барадымыз, Әлішерден қонаққа келіп, командасына қатырып. Апарақ істейміз, Әлішер іштейміз, реакциясын көреміз. Дамыз, қолдай ішті өре? Әлішер жоқ па? Әлішер Кеше қайсының біреуің историяны көріп отырдың? Нан түрі бір түрлі, айналдырып қарадым. Жақсы көтереді, жақсы сол кезде. Ayşe kızar kutlu. Şimdi estağfurullah. Şimdi историядан көрдім десе ойланып қалдым şu. Ал достар, бір нәрсе айтқым келеді, өзім жайлы бір информация. Негізі менің памятім өте нашар. Даже мен туысқандарымның, достарым аттарын ұмытып қалдым, нөмірлері түгілі. Сол негізі не айтайын деп тұрмын, ұмытып қалдым. Тойға тым сүйкімді болып келсем ренжімеңдер. Мен негізі влог түсіріп жатыр едім. Сәл уақыт беріңдерші, бірдеңе айтып үлгерейін. Қалайсыңдар, тұрдыңдар ма? Ал бізде бүгін той. Айман осы мен түсінбеймін да. Мен мұндай сүйкімді баланы қалай бір өзін жіберіп қояды деймін да. Тем более қасымда қыздар отыр еді. Кімдер? Бүгін біздің столда отыратын коллективтар. Нағыз ішесіңдер. Дайынсың ба? Тауды көтеріп береді, өзің айттың өзің. Ақтан бар ма? Ақтан әкелшем. Бірге өткен кештерім үшін қалсын осы ән естелі. Өтейтем. Toy, Aliş'in toyu eкен, айтып қойсын маған. Болды, Aliş'in тойы болды, дересің, құдай қаласа. Кімді жалдайсың? Кімді жалдайсың деймін? Амадағы. Ағамды жалдаймын, Амадағы. Той, Aliş'in гүл беріп, бүкіл ұрсырып саған, чо там? Ана қыздар шу шығарып жатыр жігіттеріне, чо там? Неге бола ұрыспай қойыңдар, это мелочь. Кімдікі мынау? Кімдікі? Қызы? Досым бүгін кастингқа келді қазір. Досым көтеріледі скоро. Бірақ бүгін бір трансгендердің ролында келіп тұр. Қазір көреміз. Өтет шығар енді өзі түрі ұқсайды осы. Анау бағана бірінші сторис бар ғой, шоштатын ше. Соны салып едім, ана екі қабат әйелдер боқтап тастады мен. Жындысың ба сен, баланы түсіп кете жаздады ғой деп. Кешірім өтінемін, енді білген жоқпын мен көп онда екі қабат әйелдер қарайды деп. Кешіріңіздер. Итталақ дейсірайтты олғыз. Тиқталақ деп. Қандай нормально өлең шығармайсың ба? Жоқ, уже гиф ойнатпаймын ғой. Примерно уже бір жылдай болып қалып қойғаныма. Ақша жоқ, кредит жабу керек. Сол ойлап тұрмын, андай арасында бір ставкадан реклама тығып, кредитін жауып тастасам ба деп. Қалай қарайсыңдар? Енді ол сұрақ маған емес, Ерузанның өзі жауап берсін. Өзін жауап берсін. Чо там? Анау опроста андай 50-50 болып тұр да, короче. Смело дегенді басыңдаршы, не болды? Стористардың арасында андай білдіртпей тығып жіберемін ғой. Мен не кредитім жабылған қалмайсыңдар ма сендер? Бірақ бір кредитім қалды соңғы. Короче, ана жақта қойылып отқан сұрақтарды оқыдым. Андай сұрақтар енді типичный. Қыз неге қыздың жоқ? Жесткий сұрақтар қойыңдар, жесткий сұрақтарға жесткий ответ берейік. Я хочу с вами посидеть, пообщаться, но я каждый
10-15 минут засыпаю, не могу проснуться, посидеть, пообщаться с вами. И меня только что медсестра разбудила, говорит, тебе пришла посылка. Это так мило, Неля, спасибо большое. Біздің стол составы мынандай. Нұрекең, Мәкең, Құрметті ағайын, осы той үшін арнайы дайындалған сән салонына барған соңғы Ерекең. Жақсылығын көрінбек жатсын ба? Жақсылығын көрінбек жатсын ба? Бұйырса, балдай, тәтті болсын деген ниетпен қошеметпен ортада Да, дайрект толып кетті де осы сұрақпен. Просто Даген дейді келмеген маған. Кек жаман сақтаймын да мен өзім, негізінде. Ойнап айтам, себептермен ғой белгілі. Әлі қызықшылық көп қой, так что... Кеш қомайды, бір тойымыз сәпен қарай, жалғастырып алып сәлемді. Жастар көтерге қарай шақсалар. Мына кісінің ешкім не ақша шыққан жоқ. Баққан мына кісі міне. Қаққан осы кісі, ақша берген осы кісі, мыналар айқын тұрғызған осы кісі, мына кісі просто туды Ерахан кісі. Просто туды деген аты болмаса, білемейсіз. Аллаға шүкір, тойды аман есен бітірдік. Бақытты болайық. Тілеген баға тілектеріңіз қабыл болсын. Біз бақытты. Бақытсың ба? Еще той біткен кезде братан, билетіңіз дайындаймыз. Мен сенген